Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көзайым даму орталығының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан Small Talks подкастымыздың екінші шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы әлеуметтік желі және әлем, және бүгін бізбен қонақта Алима Әдетова. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Алима болады. Жалпы әлеуметтік желі тақырыбында осылай подкастқа шақырылып отырмын. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет айтамын үлкен. Өзімді жалпы екі салада таныстырғым келеді. Қазіргі жүрген екі салам бар. Біріншісі ол әрине 3 жылдық опыт бар сала, ол мобилография, контент-мейкинг саласы. Екінші сала қазіргі таңда мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын мектепте. Сонымен қоса қызықты факт, мен өзім сабақ беретін мектебімде мен SMM болып жұмыс жасаймын. Инстаграмды жүргіземін мектептің. Қазіргі таңда әлеуметтік желі барлығымыз білетіндей үлкен қаруға айналды. Барлығымыз әлеуметтік желіні күнделікті пайдаланамыз және әлеуметтік желіге тәуелдіміз деп айтсақ та болады. Ал әлеуметтік желінің ең бір ұтымды жағы ол назар. Барлығы назар үшін жұмыс жасайды және де оны қазіргі таңда ең бағалы ресурс деп айтып жатады. Сіз осы әлеуметтік желі арқылы қандай жетістіктерге жеттіңіз және өміріңізге әлеуметтік желіге келу қандай оң өзгерістер әкелді? Шынымен де қазіргі кездегі ең құнды және ең барлығының қолына тиімді жете бермейтін зат ол назарды ұстап қалу. Сол назар қазіргі кезде трендте болғандықтан бізде Инстаграм, әлеуметтік желі жалпы сол үшін трендте деп ойлаймын. Адамның назарын кім ұстай алады? Солар қазір блогерлер. Кім назарды ұстай алады, солар ақша тауып жүр. Кім назарды ұстай алады, солар өзінің мақсатына сол назар арқылы жетіп жатыр. Яғни көптеген мақсаттарға жетуге көмектесетін инструмент, осы құрал, осы назар деп айта аламыз. Маған қалай көмектесті? Мен алғаш бастаған кезде назар туралы мүлдем түсінік болған жоқ менде. Инстаграмды жүргізіп бастағанда жалпы менің жолым видеоға деген махаббаттан басталды. Университеттік студент кезде сол қабілетімді дамыту арқылы өзімнің тұрақты жұмысыма айналдыра алдым. Яғни жақсы көретін ісімді, хоббиімді өзіме пайда алып келетін затқа айналдыра алу деген сияқты. Мен негізі өте көп курс өттім бұл бағытта. Басында бастағанда любительский басталды. Кейін курс өте келе осы назар ұстау, адамның вниманиесін былай ұстайсың деген сияқты техникалар үйретеді. Сол кезде барып менде түсінік қалыптасты. Ең басында осы TikTok желілері ең алғашқы танымал болып бастаған кезде менде оған дейін Telegram канал болған еді. Ол Telegram каналымда шамамен 13 мың шақты жанкүйерлерім деп айтайын, подписчиктерім болған еді. Бірақ та мен онда сіз сияқты өзім фотоға түсірген, видеоға түсірген атам, өзімнің өмірімнен моменттерді салып отырам, адамдарға ол нәрсе өтетін болды да. Олар просто так маған жазыла бастады. Бірақ TikTok танымал болып бастаған кезде, керісінше мен каналымдағы подписчиктер түсіп бастады. Сол кезде менде де түсінік қалыптасты. Даму үшін кез келген әлеуметтік желіде барлық әлеуметтік желілерді бірге ұстап жүру керек. Яғни қайсы қазіргі кезде трендте болып жатыр, сонымен көтерілу керек. Содан TikTok аккаунтына мен өзім Telegram каналымда жарнамалап бастадым. Үзінділерді салып бастадым. Сол кезде маған Telegram каналға өте көп подписчиктер келді. Сол арқылы сол кезде тренд болып жатқан нәрсені ұстап алдым да. Сол нәрсені жасап бастадым. Ол кезде трендте әдемі шрифтармен адамдардың аттарын жазып, обой ретінде қойып болатын. Негізі оны жасау өте оңай болғанымен көптеген адамдардың сұранысына ие болатын. Ол кезде мектеп жылдары болғаннан кейін мектепте ұбт деп кеттім, сабақ деп кеттім, одан кейін Telegram каналда активный болмай бастадым. Сол кезде бір аптаның ішінде жылдам жинаған подписчиктерім жоқ болды. Яғни осы жерден байқауға болады назардың қаншалықты маңызды екенін. Негізі трендтегі затты ұстап қалу көпшіліктің қолынан келмейді. TikTok қай кезде тренд болды? 2019 жылдары, карантин 2019-2020-да. Мен дәл сол сәтте видео түсіріп бастап, тоже түрімді көрсетпеймін, но туториалдар болады ғой, эдит жасаймыз, ұшып келеді, ұшып кетеді. Өте оңай монтаж.
но саламын біреу атып кетеді, сосын тағы солай саламын, мен жиі салып тұрдым да, и солай тиктокқа кіріп кеткен болатын карантин жылдарында. Ол кезде бізде сабақ онлайн, үйдеміз деген сияқты отырып жасай бересің, и аудиториям көбейіп, шетелдік аудитория болды менде. Тек қана Қазақстан емес, СНГ-дан болды, Америкадан көп жазатын маған адамдар, вау, тағы салшы деген сияқты. Олардың назарын, олардың қызығушылығы арқылы ұстай алдым да. Қазіргі кезде бірақ TikTok қатты тренд деп айта алмаймын, бірақ оған да оны әлеуметтік желі ретінде қолданып, оған да уақытын құртатындар бар, ондай аудитория бар. Бірақ Instagram мүлдем қазір ең трендтегісі Instagram мүлдем қалғысы келмейді. Мета TikTok'ты сатып алғысы келді. Бірақ сатып алуға рұқсат бермегендіктен ол TikTok'тың функцияларын өзіне енгізіп бастады. Мысалы, бұрын Reels деген жоқ болатын, TikTok'тан кейін опытпен көрді, Reels шығарды деген сияқты. Солай бізде публикациялар өзгеріп жатыр, жаңартулардың бәрі не трендте, Instagram соның бәрін өзіне қосып отырады. Оның өзі білдіреді, трендтегіні ұстап жүре алу, это тең адамның қазіргі кездегі назарын ұстап жүре алу деген сияқты. Негізі назарды ұстау өте қиын негізінде. Яғни қазіргі кезде танымал болғысы келетін, өзінің жеке бір парақшасын ашқысы келетін, танымал болғысы келетін адамдар үшін TikTok желісінен қарағанда Instagram желісімен айналысқан тиімдірек деп ойлайсыз ба? Бастауға Instagram'да кеңес беруші едім. TikTok'та көбінесе мен несерьезность деп қабылдаймын. TikTok'та хайппен сен аудитория жинай аласың. Хайп дегенне билеу деген сияқты. Мен TikTok'ты солай ассоциация жасаймын. Болады, арасында пайдалы ақпарат бар, видеоуроктар бар, мысалы ағылшын үйренуде мен TikTok қолданатын бұрын. Қазір мүлдем кірмеймін, себебі концентрация ұстау өте қиын. Ол арасында интересныйдан саған мүлдем қызық емес бірдеңе шығып, ол сенің назарын ұстап қалуы мүмкін да. И дальше сен отырасың да, уақытын қалай кетіріп алғанын білмейсің. Яғни пайда аламын деген мақсатпен кіресің, бірақ соңында сен уақытыңды құртып аласың деген сияқты. Сол үшін Instagram'ды кеңес беруші едім. Ол жақта управлять ету оңай, негізі Instagram'да. Instagram алгоритмдері қазір өте жеңіл болып бастады. Сол үшін бастамаға Instagram'ды кеңес беремін. Жақында ғана бір инсайт естіген едім. Егер де әлеуметтік желіге кірген кезде белгілі бір мақсатпен кірмейтін болсақ, онда біз сол әлеуметтік желінің құрбаны боламыз. Яғни әлеуметтік желіні біз қазір ресурс ретінде пайдаланатын болғандықтан, біз одан зиян шегуіміз емес, наоборот, пайда көруіміз көбірек болу керек. Ал жаңағы біз мақсатсыз, яғни көптеген адамдар қазір білетіндей шаршайтын болса, ой, демалайыншы деп күннің соңында жатып телефон көреді, TikTok көреді, жаңағы рилстарды немесе кез келген бір сол демалыс деп ойлайды да, жатып соларды көреді. Негізінде ол біздің миымызды алдау ғой, яғни ми ол үшін демалмайды, ол подсознаниямызды өзіміздің алдау екен. Қазіргі кезде әлеуметтік желілер соны бізге миымызға құйып жатқандай, дұрыс біз өз-өзіміз сол настроить ете алмасақ, лентамызды деген сияқты, егер мақсатымыз болмайтын болса, онда ол біздің миымызды тек қана информационный шуммен басып тастайтындай көрінеді. Содан осы бір инсайтты естігеннен кейін былай жасап бастаған едім. YouTube болсын, жаңағы өзіңіз айтқандай, расымен Instagram өте оңай басқару үшін, өзіңе келтіруге оңай. Өзіме қызықты салаларды блокнотқа жаздым. Маған дамуыма көмектесетін салаларды жаздым, неге қызығамын солар жаздым. Кейін барлық нәрселерден подписаться етіп тастадым да, тек өзіме қызығатын, өзіме керек нәрселерге ғана подписаться еттім. Менде қазір артық нәрсе жоқ. Осыны мен негізі қолмен бүкіл қаншама уақыт кетіріп жасаған едім. Кейін осы өзіміздің лентамызды настроить етуге арналған программалар бар екенін естідім. Яғни қазіргі кезде әлеуметтік желіні дұрыс қолдана алу өте маңызды деп ойлаймын. Шынымен де бізде нақты бір мақсат жоқ болса, біз нақты бір нәтижеге жете алмаймыз. Мақсатсыз жүру кез келген істі қалай болса солай жасауға алып келеді. Яғни сен бір күнді бүгінгі күнде ояндық па, мақсат қойған күніңмен екінші күні мақсатсыз тұрған күнде істеген істеріңді салыстырсаң, бірінші күндікі сапалырақ шығады. Себебі біз нақты не керегін білеміз да, и соған қарай шаг жасаймыз. Әлеуметтік желіні қолдануда тура солай.
әлеуметтік желі ғана емес, өмірде бүкіл затты қолданады. Мысалы, кітап бір былай қарасақ пайдалы болып көрінеді ғой, но оны зиян мақсатында қолдануға болады деген сияқты. Кез келген құрал бар, иә, кез келген құралдардың бәрін, даже стакан болсын, мен қазір мен су ішсем, ол дұрыс мақсатта қолданамын да, маған пайдалы, су іштім да. Егер мен алып стакан сізге немесе басқа жаққа лақтырсам, ол сынады, сізді жаралауы мүмкін. Екі түрлі мақсатта қолданамыз. Яғни бастапқы мақсатымыз болу керек. Әлеуметтік желіні қолданған кезде маған пайдалы бірдеңе алып келетін зат болсын деп бірінші мақсат қою керек сияқты. Кейін басқаларға пайда бере алатындай бір мақсат қою керек сияқты. Солай ойлаймын. Өзім әлеуметтік желіні жүргізгенде солай қабылдаймын және солай жүргізіп келемін. Мақсатсыз жүргізу, қолдану, это тең жай ғана трата времени. Просто сен уақытың айдалаға шығып кетеді. Уақыт бізде өте құнды, қазіргі таңда ұстап қала алмайтын сондай бір ресурс болып саналады. Қазіргі кезде көптеген ата-аналар әлеуметтік желілерді балаларына көруге рұқсат бермейді, тыйым салып жатады ғой, оған қалай қарайсыз? Жалпы ата-аналар, мысалы, ата-аналар не көрді, қандай нәтиже көрді, соған сайып келіп решение шығарады ғой. Мысалы, біздің ата-анамыз не көрді, телефон, олардың кезінде біздің ата-анамыз андай поколение, олар жоқты да көрген поколение, и былай әлем өзгеріп кетті, и бар болды. Шынымен де олар анандай заманда өмір сүрген, телефон жоқ кезде өмір сүрген да, и телефон бар кезде де өмір сүріп жатыр. Мысалы, телефонды ғана алсақ. И телефон бар, қалай пайда бола бастады, енді біз адамбыз ғой, көпшілік процентіміз оны дұрыс емес қолдандық, и зиянын ғана көрген. Зиянын көпшілік көрген. И мен мысалы ақша табамын, осы телефонмен деген кезде басында мен отбасым сенген жоқ, сабақ оқы деген сияқты сондай ақыл айтып солай болды. Ал қазір мені қолдайды. Себебі мен оларға дәлелдеп көрсете алдым. Бірақ салыстырмалы түрде басқа біреудің ата-анасы келіп маған ақша табам телефон арқылы десем, онда қолдамайды олар ондай нәтиже көрмеген. Яғни күнделікті көріп жүрген ісіне қарай олар решение шығарады. Егер көпшілік адам телефонды, әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланып, солай бір көрсете алған жағдайда, тұрмыс тіршілігінде, обычный өмірде, онда көп ата-аналар олай қиып тастап, решение шығармаушы еді деп ойлаймын. Мысалы, бізде ата-анамыз ана прикол бар ғой, басың ауырды телефон таста деп, или там бір жерің ауырып қалма, телефон кінәлі деп прикол бар ғой, сол бостан-босқа шықпаған. Шынымен де ата-анамыз солай көреді, көпшілік үлкен жастағы адамдар. Оны түзету үшін, барлығы емес, барлықтарына топырақ шашпаймын, қолдайтындар да бар. Қолдап, давай, ұста, түсіндіреді олар. Вот сен осы кезде ұстайсың, осы мақсатта пайдаланасың, все, потом қой деген сияқты болады. И екі тараптан қарау керек сияқты, ата-ананың рұқсат беру бермеуіне тоже. Осыған баламызде де бір экспириенсіміз бар. Кішкентай сестренкам болатын, 4 жаста, ол ютубқа тәуелді болды. Өзінің ютубпен өсті еткен ата-анасы көп уақыт видео болмайды, ол өзі жалғыз болғанда ютуб көретін, планшеті бар, телефоны бар. Сосын ол өзі жақсы көретін бір шоуларды тауып алды, өзі жақсы көретін мультфильмдерді тауып алды. Сосын бір күні маған келіп тұр, Маша медведь деп жазып берші, мен көргім келіп тұр деп. Сосын клавиатурадан жазып беремін оған, Маша медведь деп. Сосын уже келесі күні қарасам, ол мен қалай жазғанымды, әріптердің қайда тұрғанын есіне сақтап қалғандай, өзі Маша деп жазып отыр да. Ал негізі ол әріптерді мүлдем түсінбейді, оқи алмайды, білмейді. Просто мен қалай нелерді басқан кезде қалай шыққанын көріп, солай үйреніп алған. Солай ол 4 жасында әріптерді жазып, оқып, үйреніп алды да. Бірақ та бір минутсы клавиатурадан ғана жаза алады. Оған голосовой жазып жүретін, қазір клавиатурамен сәлем деп жаза алады деген сияқты. Оның мақсаты соны үйреніп алу болды. То есть өз қалған нәрсесін көре алу үшін жазып, оқып үйрену керек болды да. Қажеттілік болғандықтан үйренді ғой негізінде. Солай қажеттілік тудырып тұру керек. Шынымен әлеуметтік желіні кішкентай баланың өзі көрдіңіз, дұрыс қолдана алады да. Бірақ оның миы біздің миымыз сияқты емес қой. Біз не істейміз, жаңағыдай выгорание болады, шаршау болады, демалу мақсатында қолданады деген сияқты сондай функция қоямыз, и сол мақсатта қолданамыз. Уже қазір отырам, все, мен рилс көргім керек деген бір сигнал тұрады басымызда. Оларда ондай жоқ, олар миы таза. И қажеттілігіне байланысты олар қазір солай үйреніп жатыр.
деген сияқты. Мысалы көптеген мысал бар, тура сіз келтіргендей интернетке салып жатады, біз жаңалықтың бәрін интернетте көреміз ғой. Мысалы Айжұлдыз Адайбекова тоже салған бір рет баласы бар ғой, ағылшын тілін үйреніп алыпты, ол ағылшынша күшті сөйлейді, прям еркін сөйлейді, и сторисына салған, вот ол күнде ютубтан ағылшынша көреді и соны қайталайды деп. Ағылшын үйренгенде shadowing деген техника бар ғой, тура соны мультикпен жасайды ол просто баласы деген сияқты. Соны көрсетті, одан кейін может быть аудиториясы білмеймін солай ма жоқ па, но үлгі ретінде алған шығар деп ойлаймын. Мен өзім үлгі ретінде алдым үйдегі ініме, сол Айжұлдыздың баласын көргеннен кейін үйдегі ініме все, сен ағылшынша көресің деп мультик қосып беріп, енді бәрібір телефоны жатады ғой, лучше давай ағылшынша үйрет деген сияқты. И қазір кішкене сөйлескен кезде мен сөйлесем, нәтижесін көріп жатырмыз, кішігірім. Акцент қалыптасады деген сияқты. Иә.